Қайырлы күн, құрметті студенттер. Дәрісімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісте талқылайтын мәселелеріміз сөз байланысы, оның түрлері, сөздердің байланысу формалары және синтаксистік қатынастар деген мәселелерді талқылайтын боламыз. Жаңа атап өткендей, бұл сабақта біздер сөз тіркесімділігі, оның түрлері, сөз байланысы, оның түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері, сөздердің байланысу формалары және синтаксистік қатынастарға тоқталамыз. Сөз тіркесімділігі және оның түрлері. Сөз тіркесімділігі дегеніміз не? Және ол сөз тіркесімен, бәрімізге таныс сөз тіркесімен бірдей ме деген бір сұрақ туады. Сөз тіркесімділігі, бұл мәселеге мән берген белгілі синтаксис ғалым, біздің қадірлі ұстазымыз профессор Әбжаппар Аллахов, профессор Сейілбек Мұхамеджанұлы Исаев, олар осы сөз тіркесі және сөз тіркесімділігі ұғымдарының ара-жігін ажыратып, сөз тіркесімділігіне айрықша мән берген болатын. Яғни сөз тіркесімділігі деген бұл ең кіші синтаксисті құруға негіз болатын, сөздің мағыналық сыйымдылығына сүйенетін, сөздердің грамматикалық конструктивтік қасиеті деп көрсетті. Ал оған не жатады деген кезде, біріншіден аналитикалық формалар, мысалы келе жатыр, қызыл ала, аса биік деген сияқты бір-бірімен байланысқан күрделі формалар, түйдекті тіркестер, оқу үшін хат арқылы деген сияқты сөз тіркестері, биік ағаш үйге келді, предикаттық орамдар, мен оқыған, сендей көріп деген сияқты, және жалаң сөйлемдер, сен айттың, жомарт барды деген сияқты. Яғни сөз тіркесімділігі бұл ең кіші синтаксистік контекст құруға қажетті мәселе болғандықтан осылай атаймыз. Енді сөз тіркесі мен тіркесімділіктің басты айырмашылығы не деген кезде, сөз тіркесі деген ол контекст, ол тілдік факт, ол конструкция, ол орам. Ал сөз тіркесімділігі деген жалпы тіркес атауын тудыратын фактор болып саналады. Яғни тіркесімділік тіркесті тудырушы фактор болатын болса, сөз тіркесі оның нәтижесінің бірі. Яғни сөз тіркесі сөздердің тіркесімділігіне барып құралады екен. Енді сөз байланысы, қазақ тілінде сөз байланысының негізгі салалас және сабақтас байланыс деген екі түрі көрсетіледі. Бірақ 1982 жылы профессор Сейілбек Исаев Қазақстан мектебі журналында сөз байланысының екі емес үш түрі бар деп оған қиса байланысу формасында жатқызады. Яғни салалас байланыс ол бен сабақтас байланыстан ерекше қиса байланысу формасына айрықша тоқталады. Мына сілтеме арқылы өтіп, осы байланыс туралы ұғыммен таныса аласыздар. Яғни салалас байланыс дегеніміз ол формалық жағынан бірдей, мағыналық жағынан сәйкес, синтаксистік бірліктердің тең дәрежедегі байланысы, салалас байланыс деген. Оның нәтижесі тілде бірыңғай мүшелермен салалас құрмаластар осы салалас байланыс негізінде қалыптасады. Ал сабақтас байланысқа келетін болсақ, ол синтаксистік бірліктердің бірінің екіншісіне бағына байланысуы. Яғни сөз тіркесі мен сабақтас құрмаластар осы сабақтаса байланысу негізінде қалыптасады. Үшінші байланыс формасы предикат, бұл қиса байланысу, яғни ол салалас пен сабақтастан ерекше байланыс формасы. Ол предикаттық қатынастағы синтаксистік бірліктердің екі жақты байланысы, яғни бастауыштың атау септігінде, баяндауыштың жіктік жалғауында тұрып байланысуы. Ал оның тілдік нәтижесі сөйлем болып саналады. Сөйлемдегі предикаттық қатынас, яғни бастауыш пен баяндауыштың қатынасы. Сөздердің байланысу тәсілдеріне келетін болсақ, сөздердің байланысу тәсілдерінің үш түрін көрсетеміз. Аналитикалық байланыс тәсіл, бұл сөздердің жалғаусыз байланысы. Мысалы, жасыл жапырақ, тез жүру, таулы жер дейтін болсақ, осында сөздер бір-бірімен ешқандай, мысалы, жасыл деген сөзді жапырақпен, тезді жүрумен байланыстырып тұрған ешқандай қосымша жоқ. Сол сияқты синтетикалық тәсіл. Синтетикалық тәсіл бұл сөздердің жалғаулар арқылы байланысы. Тауға шығу, оның кітабы, хат жазу дейтін болсақ, осындағы бірінші сыңардағы сөзді екінші сыңардағы сөзбен байланыстырып тұрған барыс септігінің, тауға шығу дегенде, оның кітабы дегенде ілік септігінің, хат жазу дегенде табыс септігінің
формалары арқылы байланысып тұр. Үшінші тәсіл бұл аналитика-синтетикалық тәсіл деп аталады. Ол сөздердің шылаулар арқылы, интонация арқылы байланысуы. Мысалы, үйге дейін барды, оқу үшін келді, Асқар ақын дейтін болсақ, осында бір сөзді екінші сөзбен толық лексикалық мағынасы бар сөзді екінші толық лексикалық мағынасы бар сөзбен байланыстырып тұрған ортадағы дейін, үшін деген шылауы және Асқар дегеннен кейінгі интонация байланысып тұр деп айтамыз. Енді келесі синтаксистік қатынастар. Синтаксистік қатынастар предикативті қатынас және предикативті емес қатынас болып екіге бөлінеді. Предикативті қатынас бұл қисуға байланысуға негізделеді, яғни субъект предикатты қатынас түзеді. Мысалы, мен дәрігермін, жаңбыр жауды, киімі жұқа дейтін болсақ, бастауыш пен баяндауыштың арасындағы қатынас предикативті қатынас деп аталады. Предикативті емес қатынастың өзі екіге бөлінеді: салалас байланыс және сабақтастық байланыс арқылы қалыптасады. Салалас байланысқа Асан мен Үсен, ауылда, қалада, арзан әрі тиімді десек, бұлар сөздердің салаласа байланысуы. Бұл предикативті емес байланыс, яғни сол сияқты сабақтас байланыс, ол да предикативті емес байланысқа жатады, яғни атрибутивтік байланыс немесе анықтауыштық қатынас. 5 кітап, қанша кітап, досымның сөзі, кімнің сөзі, таулы жер, қандай жер деген сияқты анықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Атрибутивтік қатынас, объектілік қатынас немесе толықтауыштық қатынас. Кітап оқу, нені оқу, ұлына айтты, кімге айтты, өзінде бар, кімде бар дегенде алғашқы сыңары жаңағы осындай толықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Үшіншісі бұл адвербиалдық қатынас деп аталады. Адвербиалдық қатынас пысықтауыштық қатынас. Мысалы, театрға барды, далада жүр дейтін болсақ, қайда жүр, қайда барды деген сияқты пысықтауыштық өзі байланысқан сөзбен пысықтауыштық қатынасқа түсіп тұр. Бұл предикативті емес қатынасқа жатады. Енді сөз тіркесінде әрине проблемалар бар ма жоқ па деген мәселеде әрине проблемалар бар. Табыс септіктің жасырын формасында байланысқан тіркестер қабысуға жата ма, меңгеруге жата ма деген мәселе жөнінде біраз пікірталас болған, бірақ оның формасы жоқ болғанымен бәрібір табыс септігінің объектілік мәні сақталып қалатындықтан бұны меңгеруге жатқызады. Матасуды бір кездері қиысу деп таныған болатын Дмитрий Батманов, Кононов сияқты ғалымдар, кейіннен әлде меңгеру деп танимыз ба деген мәселеде де пікір таластары болды. Решетов, Аманжолов, Әбілқайып, Ұйықбаев сияқты ғалымдар бұларды меңгеру деп танимыз деген пікірді орнықтырды. Енді осы айтылған синтаксистік қатынастар, сөздердің байланысу тәсілдері бойынша бір мысалды талдап көрелік. Ауыз әдебиетінде ең көп тараған жанр батырлар жыры. Сөйлемде 4 тіркесім бар, оның 3-еуі сөз тіркесі, 1-еуі сөйлем. Ауыз әдебиетінде тараған, ең көп тараған жанр батырлар жыры. Ауыз әдебиетінде тараған дегендегі, ауыз әдебиетінде дегенді тіркестің бір сыңар етіп аламыз, өйткені ол атаулы тіркес. Әдебиеттің бір жанрының атауы ретінде қалыптасқан, тұрақталған. Сондықтан да оны тіркестің бағыныңқы сыңары болады бұл жерде. Ол тараған деген сөзбен жатыс септік арқылы байланысқан. Бұл жердегі синтаксистік қатынас предикаттық емес, оның ішінде сабақтас байланыс және жатыс септік формасы арқылы байланысқан. Бұқтан бағыныңқы сыңар мен басыңқы сыңар меңгеру байланысу формасына жатады. Ең көп тараған. Бұл да предикаттық емес. Бағыныңқы сыңар мен басыңқы сыңарды байланыстырып тұрған ешқандай қосымша жоқ. Олай болатын болса, бұл қабыса байланысқан тіркес. Тараған жанр. Бұнда да солай. Предикаттық емес, қабыса байланысқан тіркес. Бұл да сабақтас байланысқа жатады. Жанр батырлар жыры. Предикаттық, қиса байланысқан сөйлем. Жанр батырлар жыры деген бастауыш пен баяндауыш болғандықтан, батырлар жыры деген сөйлемнің баяндаушы, жанр бастауышы, сондықтан да
бұл жердегі бастауыш пен баяндауыштың арасындағы байланыс предикаттық қатынас және қиса байланысқандықтан сөйлемге жатады. Ал қалған үш тіркесіміміз, ол үшеуі де сөз тіркесі болып саналады. Бұл тақырып жөнінде келесі дәрісімізде де жалғастыратын боламыз. Енді алдарыңызда осы сабаққа қатысты әдебиеттер тізімі ұсынылған. Осымен жақсылап таныссаңыздар болады.